Ассалаумағалейкум Құнан ТВ каналының көрермендері, бүгін қазанның 15-і, яғни 2024 жыл Қызылорда қаласындағы мал базарға шолу. Жылқы, сиыр, қой бағаларымен танысу. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал мен түсірімді бастаймын. 7 жасар айғыр. Мінекей. 7 жасар айғыр. Бағасы 700 мың теңге деп тұрсың ғой. 700 мың теңге дейді. Саудасы бар ма? Саудасы бар дейді. Көкпарға түскен ба? Көкпар шауып жүрген жылқы ма? Көкпар шауып жүрген жылқы дейді. Телефон айтшы бауырым. 8707 727 87 95 дейді. Хабарласыңыздар. Мінекей 7 жасар айғыр. 7 жасар айғыр. Қанша деп тұрсың бағасын? 850 мың теңге дейді. Сауда бар ғой, Көкпарға түскен ба? Көкпарға түспеген. Үйірге ше? Үйірге түскен дейді. Телефон номер айта аласың ба? 837 340 44 99 дейді. Хабарласыңыздар, достар. Видеоның астына лайк басып отырыңыздар, осындай тамаша, керемет жылқыларды түсіріп тұрайын. Білетіндер көп. Мынау енді 7 жасар дедіңіз ба? 6 жасар деп тұр. 6 жасар жылқы дейді. Қай ауылдікі? Шиелі. Баға қанша деп тұрсыз, братан? 700 айтылу 700 мың теңге дейді. Саудасы бар дейді. Телефон номер айта аласың ба? 8705 647 47 46 дейді. Хабарласыңыздар. Жаба бар күні. Бәйгенің жылқысы емес па? Темде 8-ге шығат дейді, айғыр. Көкпар шауып жүрген жылқы дейді. Бағасы қанша деп тұрсыз баға? Бағасы 600 мың теңге дейді. Көріп тұрғандарыңыздай 530 мың теңгеге сатып апты. Неше жасар? 5 жасар. 5 жасарды 530 мың теңгеге сатып апты айғырды. Үйірдің айғыры дейді. Қай ауылға кетіп баратыр енді? Ақтөбеге қарай кетіп баратыр екен. Мінекей ал. Үш ай мінілмеген дейді. Дөнен дейді. Қашаға алып өттірсің? Кез қожа 550 мың. Өзіңіз не деп тұрсыз бағасын? Қанша? 650 деп тұрмын. 650 мың теңге деп тұрген. Алапар биегім келген. 5 жасар айғыр. Қаншаға алдыңыз? 550 мың теңгеге алыпты. Қармақшы ауданына кетіп баратыр осы кезде. Мінекей достар. Өте әдемі тамаша айғыр. Мына 4 жылқыны бірден алып тұр, бірақ білмеймін қаншаға алған. Егелері кетіп қапты. Бірден осы 4 жылқы жаңа өтіп жатыр екен. Сатылып кетті яғни. 7 жасар мінгі айғыр. Баға қанша баға? Бағасы қанша? 500 мың ба? 500 мың саудасы бар дейді. 500 мың саудасы бар. Мына бұқаны қараңыз. Құнаң жақынарда шат деп тұр. Бағасы қанша деп тұрсыз? 370 мың теңге дейді. Еркек па? Еркек тай ма? Еркек тай дейді. Қай ауылдың тайы? Айдарлы дейді.
Айдарлы ауылының тай дейді. Телефон номер айта аласыз ба? 8305 я. 677 9685 дейді. Хабарласыңыздар. Осы. Мынау сырғаш, мынау еркегі дейді. Айтылу 150 мың теңге дейді. Мінекей. Осы мынау 150 мың теңгеден дейді. Телефон айта аласың ба? Телефон? Телефонды айта алмаймын дейді. Екі малы бағыттан сатылып кетеді қазір. 290 мың теңге сатылып кетті. Дөнен 4 жасар. Бидайда тұрған дейді. Бірыңғай қайнаған бидай, соңшыға мені. Містегі дөнен дейді. Қай ауылдың несі? Дөнені? Кирт? Астанада бала беріп оған. Кирттің дөнен дейді. Енді бағасын не деп тұрсыз бағасын? 5 деп тұрмын ғой, саудасы бар. 500 мың теңге деп тұр. Саудасы бар дейді. Бармақ қазы бар. Ал енді телефонды айтып жіберсеңіз? Мен ба? 37 837 663 663 2070. 2070 дейді. Хабарласыңыздар. $400 мың теңге дейді. Үш туған. 420 мың теңге дейді, кем бар дейді. Бұқа. Ақта дейсіз ба? Қай ауылдікі, бұрадан? А? Қарақұм дейді. Қарақұмның ауылының бұқасы дейді. Ұрғаш мал 170 мың теңге дейді. Бойдақ дейді. 280 мың теңге дейді. Бесінші туы дейді. Бұзауымен қанша деп тұрсын? 350 деп тұрмын ғой. 350 мың теңге деп тұр. Емшегі 4 емшегі сал. Телефон номер айтып жіберсін, брат. Ал. Бұқа 300 мың теңгеден дейді. Босак кетті, короче, сиыр. Дөнен. Қанша бағасы? Ақтама аны? Жоқ, айғыр ғой. Үйірге түскен дейді айғыр. 550 мың теңге деп жатыр. 550. Жас нешеде? Дөнен дейсің ба? Дөнен. Видеоның астына лайк басып отырыңыздар, достар. Құлан 370 мың. Құланға ен шығады деп тұр, тай. Бермем мен. Төрт бұқа 220 мың теңгеден сатылып жатыр екен. Мынаусы 250 ма? Қарасы 250 мың теңге дейді, қарасы. Қалған шеу 220, я қалған шеу. Қалған шеу 220 мың. Телефон номер айтып жібересіздер ма? Телефон номер. Оптың болса көп болады. Түсет. Оптың болса түсет дейсіз ба? Міне тағы да сейген нелері бар. Бірыңғай бұқа ма аға сізді? Бірыңғай бұқалар екен. Оптың болса сүріп береміз деп тұр егесі. Телефон айтсың, айтсаңшы. Телефон айтсың. 808, я. 800. 35-39, а? 89 дейді. 35-89 дейді. Мінеке достар, видеоның астына лайк басып отырыңыздар. Телефон жазып келсін аға. Төрт туған сиыр дейді.
380 мың теңге дейді. Бұзауымен. Осы 190 мың. 190 мың теңге дейді бұқаны. Осы қаланыкі ма? Інім? Болды. Бұқа. Екеуі де бұқа дейді. 160-170 мың теңге дейді. Мінекей, достар. Жалпы 170 мың. Телефонды айта аласыз ба? 837, е? 137. Сосын 43-10, е? Хабарласыңыздар. Мінекей. Бұқа 210 мың теңге деп тұр, саудасы бар ма? Саудасы бар дейді. Осы қаланың малы ма, брат? Қаланың бұқасы дейді. Көріп тұрғандарыңызды. Бұқа 210 мың теңге дейді, сауда бар дейді. Қай ауылдың малы? Шаған дейді. Шаған ауылының бұқасы дейді. Телефон номері айта аласың ба? 808 234 06 72, е? Хабарласыңыздар. Айта беріңіз. 165-тен баспақтар бар. Иә. Кемі бар. Қай ауылдың малдары? Бесарықтан кеп тұр. Бесарық дейді. Кем бар дейді. Әдемі. Үйлерде жақсы. Баспақтар дейді. Ал енді ағана телефон номеріңізді айтып жіберіңіз. 875 Иә. 604 42-32. Хабарласыңыздар, достар. Иә, осыған хабарласын. Мінекей. Кетті ма, міне. Кетті міне, бері қарай сүрбасын, міне. Баспақ 135 мың теңге дейді. Кем бар дейді. Давай, меларды айтсайшы, қаяқтан сүгенім ау. Еркек мал. Қанша деп тұрсыз еркек малды? 150? 150 мың теңге дейді. Достар, енді номер телефонды бере алмайды. Бір мал болғандықтан жай ғана түсірілім. Видеоның астына лайк басып отырыңыздар. Мынау 3 туу дейді. 200 қанша дедіңіз? 255 мың теңгеге сатып алыпты осы кезде. Қазір енді газельге тиіп кетейін деп тұр бұл кісі. Осындай малдар өтіп жатыр Қызылорда мал базарында. Мынау кішкентай балапаны. Ұрғаш мал. 280 мың ба? 230 мың, ә? 230 мың деп тұр. Бес туған 250 мың теңге деп тұр. Қай ауылдың несі сиыры? Шіркейлі ауылының сиыры дейді. Саудасы бар ма? Саудасы бар дейді. Телефоныңды айтсаңшы. Телефон номерді айтсаңшы. Неге? Звондайды оны адамдар егерде не қылып жатса. 705 8 705
689 689 89 42. 89 42 дейді. Хабарласыңыздар. Қошқар 70 мың теңге деп тұр мына қошқар. Мына қошқар ше? 65 мың теңге дейді. жетпіс мың теңге анау, мынау 65 мың теңге дейді. Видеоның астына лайк басып отырыңыздар достар. Қашайдан болып жатыр қойлар? 65-тен жоғары. 65-тен жоғары дейді. Телефон номер айта аласың ба? 776 Иә. 852 8160. Хабарласыңыздар. Ағмажан. Ақмаржан дейді. Мына қойларыңыз қаншадан болып жатыр? 60 мың теңге. Теке 45 мың теңге дейді. Мына теке. Мына 90 мың, ә? 90 мың 85 теңге деді ары қарай. Мына 55-60 40 дейді. Телефон номер айтып бересің ба? 307 282 35 66. Хабарлас. Ана төмен жақ 30. Жетпіс мың теңге дейді. Қанша дедіңіз? 80 қошқар 80 мың теңге деп тұр, кем бар дейді. Жас қошқар екен. Ақын көрдің бе? Парода ғой, парода ғой. 65 мың теңгеден дейді қойлар. 63-ке келеді дейді. Елу мың теңгеден беріп жатыр екен. Төртеуі сатылып кетті жаңа. Bir tuğan дейді. 280 мың теңге дейді. Саудасы бар дейді. Қай ауылдікі? Нағы Ильяс ауылының сиыр дейді. Телефон номер айтшы. 8747, я. 873 5805 хабарласыңыздар. Ал достар, осымен түсірілім соңына шейін жетті. Арнаға тіркеліп отырыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар келесі түсірілімге шейін сау саламатта болайық.